Қазақы тәрбие – ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбиелік жүйе. Қазақ тәрбие – ата-бабамыздан қалған ең құнды мұралардың бірі. Ол ұлттың болмысын, рухын, мәдениетін сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін алтын көпір. Ол тек сөз жүзінде емес, күнделікті өмірді, салт-дәстүрді, үлкенге құрмет, кішіге ізетті білдіреді. Қазақ халқы ежелден ақ бала тәрбиесіне көңіл бөліп, оны елдің болашағы деп санаған. Қазақ тәрбиенің негізінде ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтар жатыр. Солардың ішінде ең маңыздысы адамгершілік және сыйластық. Бұл қасиеттер қазақ халқының дүниетанымын, өмір сүру салтын, адамдар арасындағы қарым-қатынасты айқындайтын басты өлшемдер болып табылады. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, атасы Құнанбай мен Абай ағасының өнегелі тәрбиесін алып, рухани биік тұлғаға айналды. Соның негізгілері адам елге, не біреуге пайдасын тигізу керек. Пайдасын тигізе алмаса, залалы тимесін. Бұл дұрыс тәрбие адамның өмір жолын айқындап, оның тұлға болып қалыптасуына үлкен ықпал ететінінің айқын дәлелі.